Яссауи университетіне түсуге 10 себепті біз осы жерде табуымыз керек. Пәндік олимпиададан сахна тілі, сахна қозғалысы пәндерінен бірінші орынды иеленіп келіп отыр. Студенттер сіздерден қорқу қажет пе? Жалпы тәртіпті қалай сақтауды жөн көресіз? Өте ауыр екен. Үнемі танымал адамдар келіп жатыр. Асанәлі Әшім, Меруерт Өтекешева апамыз келді. Майра Мұхаммедқызы факультетте қызмет атқарады. Нұрасыл, солай ма? Жатақханада болып тұрасың ба? Мен өзім студентпін. Түркияның арнайы ТРТ каналына барып, тәжірибе алмасып келді. Бір ай. Мына ішіне қиып тастамайсыздар ма? Қиып тастайтын жері, рахаттанып еркелеп жүресіздер. Құрметті болашақ әріптестер, достар. Сәлем достар. Бүгін жаңа подкаст, Еркін подкаст. Подкастымыздың тақырыбы Қожа Ахмет Яссауи университетін таңдауға 10 себеп, және бұл подкасттың жүргізушісі менің әріптесім Жанна Жайлаубайқызы және мен Нұрасыл. Ендеше бастайық. Ал бүгінгі біздің қонағымыз өнер, медиа және дизайн факультетінің деканы Дархан Елжанов мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сіз бі подкастқа жаңа Нұрасыл айтып кетті, еркін және шынайы. Әрине. Яғни Яссауи университетіне түсуге 10 себепті біз осы жерде табуымыз керек. Өте тамаша бастау. Соны айтыңызшы, елдің бәрі мәселен әсіресе өнерге қызыққан, медиаға қызыққан, дизайнға қызыққан түлектер, көбінесе оқушылар Алматы мен Астананы аңсап тұрады. Оларды осы Түркістанға шақыратындай қандай негізгі себеп бар? Әрине, қазіргі жастардың барлығы бірден үлкен қалаға барғысы келеді. Ол жерде енді Астана, Алматыда өнер ордалары қалыптасқан деп сөйтіп әрқайсының ойында қазіргі таңда сондай жүргізілуде. Біздің де оқу ордамыздың өнер, медиа, дизайн факультеті ешкімнен кем қалған емес. Қазіргі таңда біздің осы 2025-26 оқу жылында факультетіміз жаңа атау беріліп, өнер, медиа және дизайн факультеті болып құрылды. Бұның ішінде біздің 11 білім беру бағдарламасы бар. Оны атап өтетін болсақ, актерлық білім беру бағдарламасы. Осы жақында ғана Жүргенов атындағы пәндік олимпиададан сахна тілі, сахна қозғалысы пәндерінен бірінші орынды иеленіп келіп отыр. Және де эстрадалық өнер деген білім беру бағдарламамыз бар. Ода да бірінші орынды иеленіп келіп отырған жағдай бар. Сонда не үйретесіздер? Яғни актер болуды үйретесіздер? Актерлық білім беру, актерлық білім беру, драма театр актері және музыкалық драма театр актері деген екі білім беру бағдарлама. Эстрадалық білім беру, дәстүрлі музыка өнер білім беру бағдарламасы бар. Музыкалық білім, журналистика, сандық медиа және тележурналистика, дизайн, музыкалық білім, ол педагогикалық бағыт бойынша мектепте музыка пәнін мұғалім дайындайды. Көркемдік және графикалық жобалау, ол мектепте бұрынғы бейнелеу өнері сабағын педагогтарын дайындайды. Және де сәндік қолданбалы өнер деген қазіргі таңда қол өнер бұйымдарын дайындайтын 11 білім беру бағдарламамыз бар. Жақсы. Дархан ағай, мен де сізге сұрақтар қойғым келіп отыр. Сұрақтарыма ашуланып кетіп, ертең университеттен шығарып жіберіп, ұрысып. Келісіп алайық осы жерден. Келісіп алайық осы жерден. Әрине әзіл. Сұрағым, жалпы Дархан ағай, мен сіздің студентіңізбін. Білесіз, мен де өнер және медиа дизайн факультетінде студентпін. Студенттермен инстаграмда дос боласыз, доссыз. Үнемі жылы шырай танытып жүресіз. Бұл шынайы мінез бе, әлде декан ретіндегі рейтингіңізді өсіру үшін жасап жатырған стратегияңыз ба? Сұрағыңыз өте ауыр екен. Бұл жерде өнер деген халық, ол өте нәзік халық. Оған шынайы мінез танытып, олармен дос болып, жақсы сөйлеп, жақсы сөздер айтып, неғылмасаң, ол бірден сынып қалады. Мен бұл жерде айтып кететін болатын, біздің өнер факультеті құралғанда Райымбек Сейтметов ағамыз, көкеміз болған, одан Қажыбек Бекбосынов халық әртісі, ол кісі болған, Рахима Жұбатырова деген апаларымыз болған, барлығы 3 халық әртісі осы жерде жұмыс істеген. Олардың қастарында мен 2005 жылдан бері қастарында болдым, көзін көрдім о кісілердің. О кісілердің тәрбиесін көрдік. Жалпы біздің өнер бағытына өте дұрыс көзқараспен қарамайтын болса,
жылу сөз сөйлемейтін болса, ол өте нәзік жандар. Яғни екінші себеп декан студенттермен жақсы қарым-қатынас Міндетті орната түрде, алады. Бұл университетке өнер, медиа және дизайн факультетіне түсуге екінші себеп. Бірінші себепті жаңа айттыңыз, яғни мамандықтары өте жақсы. Екінші себеп жақсы жылы қарым-қатынас. Әрине. Және менің де өзім көзім куә, Дархан ағай әрқашанда студенттермен қосылып шай ішеді. По-моему, оқудан шығарып сессияда жақсы өту үшін жағымпаздық. Жоқ, жақсының жақсылығын айтын ұрдасың дейді ғой. Дархан ағайдың мен өз көзіммен көрген, бізді чайға шақырып, өзі де студенттермен чайға шақырып, ешқандай мерекелік концерттерден өзінің студенттеріне қолдауын аямайды, мерекелік концерттерден қалмайды. Осы үшін де сізге өнер және медиа дизайн факультетінің атынан, студенттерінің атынан алғысымызды айтамыз. Шығармайсыз ба оқудан? Жоқ, оқудан ешкімді шығармайды. Енді ол студент, біздің өнер бағытының студенттері осы университеттің, осы Түркістан қаласының, облыстың көлемінде қаншама іс-шара атқаратын студенттер. Мысалы, хореографиямыз бар, мысалы, би сұлтан би ансамбліміз бар. Ол халықтық би ансамблі деген атақ алған. Тұран Дэнс, былтырғы 2025 жылы Тұран Дэнс байқауының бас жүлдегері 2 миллион теңге жеңіп алған студенттеріміз бар. Осы Түркістан облысындағы қаншама іс-шараны билеріміз көрерменнің алдында, қонақтардың алдында билеп өз өнерлерін көрсетіп жатқан жайы бар. Және сол университетте жұмыс істейтін журналистиканы айтып өтейін, өйткені сол кафедрада сабақ берем. Сондан білем, журналистикада оқып жүрген студенттер телеарнада жұмыс істеп жатыр. Олар жаңа жұмыс істеуге мүмкіндік алып отыр, сабақ да оқиды, жұмысын да істейді. Яғни студияда не қылады жаңағыдай, кәдімгі практикамен бірге теориямен бірге практиканы алып жүрген мүмкіндіктері бар. И және осы сөзіңізден шығады, яғни тек студент болып сабақ қана оқып жүрмейді, тікелей араласады, кәдімгідей қаланың өміріне де. Академиялық бағыт бойынша бізде дуалды оқыту бағдарламасы бар, арнайы. Ол біздің осы журналистикаға келетін болсақ, біздің қаладағы Алатау медиа Түркістан каналымен бірге байланысымыз бар. Ол жерде де әріптестеріміз, біздің студенттер мұндайықта теориялық сабақтар өтетін болса, ол жерде міндетті түрде дуалды обучениеға бағанағы бағдарлама бойынша сол мекемеге барып өзінің білімін шыңдайды. Және мына музыкалық драма актерін айтып кеттім бағана. Біздің мына қалада бой көтерген Түркістан драма театры, музыкалық драма театры бар. Ол мекемемен де дуалды оқыту бойынша келісім шартымыз бар. Сейтметов театрымен де бар. Балдарымыз драма театрға баратын болса, сол Сейтметов театрына барады, музыкалық драма театрына оқитын білімгерлеріміз бағанағы Түркістан музыкалық драма театрына барып білімдерін арғай шыңдайды, әрі жұмысын атқарады, әрі қойылымдарда, массовкада болсын, рөлде болсын ойнап жатқан студенттеріміз бар. Дархан мырза басқаратын факультетке түсуге үшінші себеп, яғни студент болып жүріп өндірісте тікелей жұмыс істеуге, тәжірибе жинауға мүмкіндік бар. Әрине. Кез келген қоғамдық өмірге болсын, жұмысқа болсын, әрқашанда декандық жағынан, университет жағынан қолдау бар. Үшінші себеп. Так, енді жатақхана бересіздер ме? Жалпы университет біздің ғимараттың қасында үшінші жатақханамыз бар. Мынарада бірінші, екінші жатақханамыз бар. Жатақхана жылдық ақысын төлейді балдар, өзінің өтінімін береді. Жатып жатқан қаншама студентіміз бар. Жатақханамыздың барлық осы қазіргі таңдағы қамтамасыз етілген барлық жағдайы жасалған жатақханаларымыз бар. Жалпы біз осы декан қызметін атқарғалы бері қаншама жатақханаға біз өзіміз аралап, декан орынбасарым бар қасында, болмаса оқытушылар бар, топ тәлімгерлер бар, аралап, ішінде студенттердің жағдайын сұрап, ішіндегі бағана жылы суын, тағы жарықтықтарын барлығын тексеріп көріп жүреміз жалпы өзіміз. Жағдайлары жағдай өте тамаша енді. Нұрасыл, солай ма? Жатақханада болып тұрасың? Мен өзім студентпін. Жоқ, мен қазір алдыңғы жыл жатқан болатынмын жатақханада. Және басқа қалалармен менің білуімше салыстырмалы түрде осы Түркістан қаласындағы Яссауи университетінің жатақханасы сапа жағынан әрі жақсы, әрі қолжетімді. Қанша мәселен? Бір жылға менің білуімше 9 ай ғой, яғни оқу жылымыз 100 мың теңге, Дархан ағай қателеспесем. 100 мың, 80 мың, сондай. Бөлмесіне байланысты. Айға шаққан кезде өте арзан. Сенен сұхбат алып кетейінші, жатақхананың жағдайы қалай? Жатақхананың жағдайы өте жақсы. Тұрдың ғой. Мен Кентауда жатақханада жатқам, Түркістандағы бірінші жатақханада да жатқам, өте керемет.
басқа қалалармен салыстырмалы түрде басқа қалалардағы университеттің жатақханасында да мен болып көргем, яғни қалған емеспін, болып көргем, яғни олардың жағдайын көріп. Біздікі жақсы дейсіз. Біздікі өте жақсы. Бұл сонымен нешінші себеп болды? Төртінші себеп болды. Төртінші себеп. Бағана айтып кеттік қой, мына Астана, Алматы қаласына баратын кезде ол жерде жатақхана табу өте тапшы негізі. Жалдамалы пәтерлердің өзі қандай қымбат. Бір кездерде осы әртүрлі жағдайлармен пәтер егелері де бағасын бірден көтеріп жіберетін жағдайлар бар. Ол ана тамызда басталады ғой. Иә, бізде қазір таңда мына Түркістан қаласында өздеріңіз көріп отқан мына жаңа қала дейміз, кіреберіс жерде не деген зәулім үйлер салынды. Балдар бірігіп пәтер жалдап жатса да мүмкіншілігі бар, мысалы, әрине қазір. Ата-анаға материалдық тұрғыдан жеңіл. Ол да жақсы. Одан кейін Дархан мырза, бір артықшылығы осы өнер, медиа және дизайн факультетінің ерекшелігі шығар, үнемі танымал адамдар келіп жатыр. Өткен аптада ғана Астанадағы Қалибек Қуанышбаев атындағы театрдың актерлері келіп арнайы кездесу өткізіп, студенттермен бір кішігірім шеберлік сабағын өткізді десек болады, кездесу өткізді. Оның алдында өздеріңіз білесіздер, мұнда ғалым журналист Қайрат Сақ келді, және осы студияның ашылуына Жайна Сламбек, осы студияның ашылуына Жайна Сламбек болсын, Анель Әмірхан, осы студияның ашылуына Жайна Сламбек секілді танымал журналистер келді, яғни ол кісілермен тікелей үнемі қонақ болып жүреді. Бұл осы мамандықтардың артықшылығы ма, жоқ әлде факультет жұмысының дұрыс қойылғаны ма? Жалпы негізі биылғы оқу жылында бізге расында да өте көптеген осы Қазақстанға белгілі халық артистері, осы белгілі журналистер көп келді. Ол енді біріншіден біздің басшылығымыздың қолдауының арқасында, осы Түркістан облысы болғанның арқасында, енді Асанәлі Әшім ағамыз кеп кетті, өздеріңіз куә болдыңыздар. Меруерт Өтекешева апамыз келді, Алтынбек Қоразбаев, Рамазан Стамғазиев, оны айта беретін болсақ, қаншама өзіміздің осы белгілі елге танымал азаматтар бізге қонақта болды. Ол кісілердің әрқайсысы жеке-жеке балдарға өзін бір ауыз сөзін өзі біздің балдарды шабыттандырады. Біздің өнер өзі шабыттан тұрады. Сол ай бәрекелді деген өзі балдарға, ол танымал, елге танымал Бегежан рөлін сомдаған, Қыз жібек рөлін сомдағандардың аузынан сөз есту біздің балдарға өте керемет шабыт ол. Енді жалпы осы өнерпаздарымыз келіп, біздің балдарға өз өмір баянын айтып өткен өзі біздің өнер тарихына, біздің балдардың өнер тарих сабағына өте бір қосқан үлесі деп есептеймін. Бұл бесінші себеп. Және ең басты тағы бір себептердің бірі Майра Мұхамедқызы, яғни бұл осы университеттің профессоры, оқытушысы, профессор деп айтама, жоқ, оқытушысы. Қызметкер біздің факультеттің. Яғни біздің студенттер сонымен қатар халық әртісі, сонау Европаның сахнасын мойындатқан Майра Мұхамедқызынан дәріс ала алады ғой. Алады, әрине. Оны біздің бана Instagram, Facebook парақшаларымызда жариялап жатыр. Ол кісі Майра Мұхамедқызы факультетте қызмет атқарады. Ардақ Балажанова Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер. Гүлназия Тәуекелова бар. Гүлназия Тәуекелова. Жалпы біздің факультетте 2 ғылым докторы бар, 5 ғылым кандидаты бар, 1 халық артисі бар, 8 PhD доктор бар. Жалпы 4 Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері бар, 7 Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі қызмет атқарады. Балдарға барлығы дәріс береді. Майра Мұхамедқызы сабақ беріп жатыр ма? Біз қатыссақ бола ма журналистер сол кісінің сабағына? Қатысуға болады. Ол жеке ән сабағынан сабақ береді біздің актерлік білім беру бағдарламасына. Ол негізгі жұмысы Шымкент қаласындағы опера және балет театрының басшысы. Бізде 0,25 ставкада жұмыс істейді. Біздің балдарға ара-тұра келіп сабағын өтеді, онлайн сабақ өтеді. Осында шәкірттері бар. Және біздің балдар Шымкент қаласына опера және балет театрына да барып сабақ алып жататын жайы бар. Ардақ Балажанова бағана айтып кеткендей, біздің дуалды обучение, дуалды білім беру бағдарламасы бойынша музыка, драма театрында сабақ береді. Біздің биылғы бітіруші курсымыз Аман Ерсін деген баламыз содан сабақ алады жеке әннен. Мықты.
Бұл сөбе нешінші себеп болды? 5-ші, иә? Санап отырсың ба? 5-ші болды бұл. Бұл 5-ші болды. 5-ші себеп. Ал енді тағы 5 себеп табамыз. Иә. Дархан ағай, декансыз. Жалпы декан болғаннан кейін сіздің қолыңыз ұзын, яғни бүткіл студенттер сізге қарап бой түзейді. Яғни студенттер сізден қорқуға жетпе. Жалпы тәртіпті қалай сақтауды жөн көресіз? Тәртіпке қалай келтіргенді жөн көресіз студенттерді? Енді мен өзім қорқып отырмын ба сізден? жоқ, қорқатын ешнәрсе жоқ. Бұл жерде өнер, мәдениет егіз ғой. Біздің балдар әрине мәдениетті, ол біреуден қорқып, болмаса тағы да үркіп жүретін жайы жоқ. Мәдениетін сақтап, тәртібін дұрыстайтын болса, ешкімнен қорқатын жай жоқ қой бұл жерде. Қазіргі жастар қорқпайды ғой ешкімнен. Ешкімнен жастар қазіргі өйткені еркін, ойларын еркін айтады. Иә. Тіпті коридорда студенттер жүреді ғой, мысалы, өздерін ұстауы да еркін ғой. Иә. Бірақ кейде тым еркін сияқты. Иә? Кейде так-так деп тұрмаса болмайды. Так-так дейтін біздің балдар ондай ішілдегі ондай бір тәртіп бұзушылық, мынандай келді деген ондай нақты ақпарат ешнәрсе жоқ. Еркелеп жүреміз ғой, еркелеп. Еркелейтіні бар, енді шабыттанып жүреді ғой былай айтқанда балдарымыз. Оны түсінуге болады, түсінікпен қарайсыз. Түсінуге болады. Ал сіздің тәжірибеңізде оқудан шығарған кездер болды ма? Мәселен, студент қандай жағдайда оқудан шығады? Енді біздің университеттің арнайы академиялық саясатымыз бар. Сол ережеде арнайы жазылған. Университетке сабаққа қатыспай, қол үзген, немесе ешқандай емтиханды тапсырмай, 30 кредит қарызы бар студенттер, немесе бағана сабаққа мүлдем келмей қойып, университеттен қарым қатынасты үзген балдарды әрине оқудан шығарамыз. Енді ол бізде өнерде бір күн сабақтан қалатын болса, ол тақырыптан қап кетеді. Сондықтан да ол әрдайым дайындықта, әрдайым сабақта болу керек негізі. Қай несі болмасын, сурет сабағы болсын. Бізде енді бағанан бері өнер журналистиканы айтып жатыр ғой, енді бейнелеу дизайн жағына келетін болсақ, оларда да дизайнда мысалы киім тігетін, бізде киім дизайны. Киім тігіп атып, сол бойы бағанағы киімді құраған күйі тікпей кетіп қалса, сабақта болмаса, ол киімі сол бойы тігілмей қалып кетеді ғой. Сондықтан ол міндетті түрде оқудан шығып қалудан. Еркелігімен, бірақ академиялық талап орындалу керек. Алтыншы себеп? Алтыншы себебіміз бұл. Иә. Ары кеттік. Сұрақ бар ма? Бар менде, иә. Кеттік. Жалпы, журналистиканы өнер мен дизайнға қосу бұл кәсіби қажеттік пе? Әлде бюджетті үнемдеу үшін жасалған амал ма? Жалпы бұл салалардың бір факультетте бірігуі, яғни бірге қайнауы дұрыс болды ма сіз үшін? Яғни университетіміз үшін, студенттеріміз үшін. Қалай ойлайсыз? Бұл жерде журналистика және өнер екеуі егіз қозыдай деуге болады. Өйткені біз осы жақында ғана біздің әріптесіміз, аға оқытушы, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Айтжан Мақсат ағайымыз өзінің арнайы премьерасын, Шанель номер 5 премьерасын қойды. Премьераны қоймастан бұрын біз осы журналистика кафедрасының оқытушы профессор құрамымен, студенттермен және актерлық білім беру бағдарламасының студент оқытушы құрамымен бірлесе отырып пресс-конференция өткіздік. Жалпы алдағы уақытта да осындай пресс-конференциялар өткізіп тұрамыз. Неге десеңіздер, бұл жерде пресс-конференция өте, біз оны әлеуметтік желіге салдық. Былай айтқанда жарнама. Журналистика сұрақтарын қойды, кім қандай рөлде ойнайды, бұл драма нені сомдайды, бұл кімнің шығармасы деген секілді сұрақтарды қойды. Бұл жерде режиссер не жеткізе білгісі келді деген сұрақтарды қойды. Сұрақтарға қанағаттанарлық жауап алды. Одан кейін ол әлеуметтік желіге салғаннан кейін көрермен көзі соған қызыға келе бастайды. Біз ана топ, мына премьераға кеңдер, болмаса ана топты жіберіңдер, сабақтан босатып деген әңгіме болмайды. Бұл жерде қызығушылық танытып, жалпы алдағы уақытта біздің іс-шараларымыз, университет деңгейіндегі іс-шараларымызда алдын ала кішігірім осы журналистика кафедрасымен бірлесіп отырып пресс-конференция өткізсек, ол нағыз біздің жарнамамыз, өнерді жарнамалайтын. Жоқ, жаңағы сұрақ мәселен өнер, медиа және дизайн.
яғни журналистер мен актерлар бірге оқып жатыр ғой бір факультеттің астында. Әдетте мысалы журналистер филологтарға қосады, әлеуметтану сала ғылымдарына қосады, енді өнерге қосып жатыр. Осы қаншалықты дұрыс деп есептейсіз? Мәселен, мен журналист ретінде маған меніңше бұрын солай медиа кеңістік осындай болып келді. Бұл қалыпты жағдай болды. Бірақ қазір заманның талабы өзгеріп жатыр. Меніңше болашақта журналистиканы заң немесе экономика факультеттерімен бірлесіп жұмыс істеуіне жағдай жасау керек сияқты бір екі ортада. Өйткені журналистика деген бір ғана саланың мамандығы емес қой. Ол барлық салаға қатысы бар. Ол медицинаға да қатысы бар, ол спортқа да қатысы бар. Яғни барлығымен байланыс бірдей деңгейде болу керек секілді. Жалпы бұл жерде академиялыққа келетін болсақ та, бұл жерде біздің актерлық білім беру бағдарламасында сахна қозғалысы, сахна тілі деген сабақтар бар. Журналистика кафедрасында да бұл сабақ міндетті түрде жүргені дұрыс деп ойлаймыз. Өйткені сахнада сөйлеу мәдениетін, бағана дикцияларын орнына қою, әрине эфирде өз-өзін ұстау, эфирде өз-өзін ұстау, сахналық мәдениетін, барлығын сахна қозғалысына дейін әрине бұның бірге бір шаңырақтың астында болғаны дұрыс деп есептейміз әрине. Қиын емес па журналистермен? Журналистермен отырмаймын. Қиын болмайды, бірақ енді журналистер әр кезде әр қалай. Қалай? Актерлар қиялы. Жақсы жағын да жарнамалауы мүмкін. Негатив жағын да жарнамалап жүруі де мүмкін. Өте мұқият, қауіпті, өте мұқият қарап неғылмаса ол. Яғни ағайымыздың айтқысы келіп отырғаны, журналистер шығармашылық алаңда жүргені дұрыс секілді, креативный жағынан болатын болсын, өнерге қосылған болатын болса, журналистер мен өнер қосылатын болса бір керемет жұмыстар, керемет қозғалыстар, керемет мерекелік шаралар, яғни журналистер сахнада өзін қалай ұстау керектігін білет, ал өнердегілер болатын болса, қалай сөйлеу керек, қалай әрекет жасау керек. Бірақ аналитикалық журналистиканы да ұмытпау керек, өйткені телевидение, журналистика дегеніміз ол телеарнаға шығып алып, осылай камераның алдында әдемі сөйлеу емес қой. Ол дегенің бірінші сараптай білу, елдегі, сырттағы саяси жағдайды түсіну, одан кейін жаңағыдай дұрыс жаза білу деген секілді, яғни көп аналитика жасай алу. Жалпы соның барлығы соған кіреді. Бізде де мынандай мүмкіндіктер бар ғой. Мысалға, журналистер болатын болса, журналистердің кейбіреулердің дауысы диктор болуды армандайды, яғни диктор болу ойында бар. Бізде өнерде дикцияны жөндейтін, дауыс жөндейтін ұстаздарымыз бар. Сол ұстаздарға барып кез келген уақыт сабақ ала аламыз. Ол күшті, яғни ол артықшылық. Бірақ дауыстан бөлек ми да керек. Әрине. Журналистке. Енді қараңыз, жаңа не сұрақ қойын деп отырмын, бірдеңе ұмытқам. Бақа қоя бер сұрағыңды. Бұл біздің жетінші себеп болды, яғни. Жетінші себебіміз. Сіздің кезіңіздегі студенттер білімге құштар болса, қазіргі жастар тек дипломмен жеңіл жолмен ғана баға алуды ойлайтын сияқты. Яғни біздер. Осы ерке тырнақ шашында буынды тәрбиелеуге қауқарыңыз жете ме? Қауқарларыңыз жетіп жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Иә, қазіргі таңда жастарымыз енді айтып атамыз ғой, ұялы телефон, мына әлеуметтік желі, TikTok, Instagram, оның барлығын көріп отқаннан кейін, барлығын мына қазіргі жасанды интеллектті қосып кететін болсақ, ChatGPT дейміз, тағы да басқа өзінің бағдарламалары бар, оның ішіне кіреді, қолында ұялы телефон болса, барлығын білетін данышпан болып шыға келеді негізі балдар. Бірақ ол әрине кітап оқу мәселесі, ұстаздан тәрбие алу мәселесі, оның барлығын өз деңгейінде алмайтын болса, ол құр телефон, әрине қазіргі таңда қолыңда телефон болмай қалатын болса, тәлім тәрбие алмаған болсаң, ұстаздан өзі бір сөз бар ғой, бір кітапты оқыған адам ғалым болмайды деген сияқты. Сол бір кітаппен ешкім ғалым болмайды, яғни бір ұстазбен де ешкім ғалым болмайды. Сондықтан да қаншама ұстаздан сабақ алу керек. Ұстаз көпті көргеннен, көпті білгеннен сұрап, балдар алдағы өмірге өзін бейімдеу керек. Оны дұрыс айтасыз, мен келсем, өйткені соңғы кезде мен енді сабақ беріп жүрмін ғой. Көп барлық студент деп айта алмаймыз.
кітап оқитын адамдар азайып кетті. Өйткені балалар әсіресе ана кітапты оқыдың ба десе, оқитындар бар арасында, бірақ оқымайтындар да жетеді. Солардың мен мынандай бір қулық ойлап таптым. Сабақтың барысында әр аптада бір шығарманы оқимыз. Сабақтың соңында уже сабақ аяқталуға 15-20 минут қалған кезде, мысалы келесі оқып келген кітапты талқылаймыз. Сонымен 3-ші курспен қазір Атау Керені оқып жатыр. Жаңа оқып келгеннен кейін талқыламасаң жейді. Жаңағыдай ғой, апай, неге бүгін талқыламаймыз? Бүгін айтайық та біз оқып келдік қой деп тұрып талқылайды. Яғни олар оқыса, қызықса оқиды екен, ал оқыса талқылайды екен. Ал талқылаған кезде біраз нәрсеге сараптама жасайды екен. Сондықтан да бұл да бір әдіс тәсілдер ғой, бір ерекшелігі. Яғни мотивация болу керек деп жатырсыз ғой. Жалпы енді факультеттегі әр оқытушыға да өзінің өтіп жатқан дәрістер бар ғой. Соның аясында осы қазір енді осы бір аптаның көлемінде біздің 3-ші курстарға осы көктемгі семестрдің қорытынды нәтижесі, яғни сессия басталады, одан кейін 1-ші курстарға, 2-ші курстарға басталады дегендей, емтихан біткеннен кейін әр оқытушы өзінің сабағының аясында тапсырма беріп, жазғы демалыста бірнеше кітапты оқуым керек деп тапсырма беріп, күздің күні келген кезде соны бағанағындай ортаға салып талқылау керек. Сол кезде балдардың тапсырма бергенді орындағанда кішкене ұстаз да өзінің деңгейін, балдардың оқығанын біліп, сөйтіп оқытпасақ қазір таңда бәрі. Соны айтам, қинап оқыту керек. Ешқандай аяудың қажеті жоқ. Бір аямайтын жерлер болады. Мына балаңды аясаң, аяма деген сөз бар ғой. Яғни аясаң, жандарын шығартып тұрып кітап оқыту керек. Жастан кітап оқу керек. Әрбір журналист болам деген Нұрасыл, как раз қызым саған айтам, келінімсің тыңда деген сияқты. Яғни журналист болам деген адамның сумкасында бір кітап жүру керек, жастығының астында бір кітап жату керек. Яғни үнемі бірдеңе оқып жүру керек, ол әдетке айналады. Сол кезде ол журналист болады. Басында енді сіздер 1-ші, 2-ші курста былай талғамай бәрін оқи беруге болады, ал кейін уже 5-10 жылда сіздер уже талғап оқи бастайсыздар. Сол кезде оқыған адамнан жақсы журналист шығады. Ал тиктокпен журналист бола алмайсыздар. Солай ғой Дархан аға, иә? Дұрыс айтасыз, өзіміздің аталарымыз да молдадан дәріс алған, қолында дүресі болған, дүремен ұрып тұрып оқытқан деген сияқты. Үйтпесе балдарға енді дүремен ұру мақсат емес, бірақ енді тапсырма беру керек. Талап ету керек. Өздеріне кейін рахмет айтады. Талап ету керек. Әрине оны үйтпесе болмайды ғой. Бұл сол, яғни бұл 8-ші себеп, яғни қинап оқытады. Бұл плюс, өйткені жай бетін сипап қойып, сен жақсысың, сен күштісің, кереметсің деп жібере салу, ол университетке сын. Өйткені 4 жыл ата-анасы бізге берді ма, яғни Дархан ағаға сен тапсырды, мынауым адам болсын, маман болсын деп жіберді ма, яғни жанын шығарып тұрып оқыту керек. Сол кезде одан жақсы маман шығады. Яғни ол жұмысқа орналаса алады, қайда жүрсе де айтады, ана университетте оқыған екен ғой, яғни жақсы шыққан екен ғой деп, яғни одан бір нәтиже көре бастайды. Ал сенің көзің жақсы, сөзің жақсы, ерке екенсің деп басын сипап отырып жібере берсек, ондай адамнан маман шықпайды. Сондықтан бұл студенттер үшін қиын болуы мүмкін, бірақ бұл үлкен плюс 8-ші себеп. Мама, папа, мені қинап оқытады осылай күніге. Маман болады. Тағы да біздің факультеттің тағы бір несін айтып кететін болсақ, осы елге, осы облысқа танымал 3 белгілі композитор жұмыс істейді бізде. Өздеріңізге белгілі Бейжігіт Сердал ағамыз біздің факультетте, Сауранбек Елеуов, мәдениет қайраткері біздің факультетте, Әлімбай Ботағараев деген ағаларымыз біздің факультетте композиторлар жұмыс атқарады. Яғни алдағы уақытта о кісілерге де бірге сұхбаттасып, бірге отырып, біздің университет жайында, факультет жайында біраз композиция шығады деген ойдамыз. Иә, өйткені шында да тек Түркістан ғана емес, республикаға белгілі, бүкіл қазаққа белгілі азаматтар осында сабақ береді. Ол да бір үлкен артықшылық. Ол да біздің бана талапкерлерге бізге шақырудың бірден бір себебі деп бар деп айтсақ болады. Иә. Бұны жаңа ғана неге қосып жіберейік, Майра ханымдардың бөлігіне қосып жіберейік. Енді 9-ші себеп. Иә, Дархан мырза, мен өзіміз білеміз, жыл сайын ораза айында студенттер 1 ай ауызашар беріледі. Яғни кәдімгі осындағы Титаник деген асхана болсын, студенттердің асханасында 1 ай олар барып тегін ауыз ашады. Кентауда да. Кентауда да. Яғни ата-анасы. Жалпы мен мына нәрсені түсіндім. Мен осы университетке келген кезде жаңа асханаға мен де барып көрем. Студенттер не тамақ жеп жатыр екен деп алсаң,
шыны керек тамақтары кәдімгі құнарлы, ана макарон наннан тұратын ғана өнімдер емес, өйткені кәдімгідей рационы жақсы тағамдар. Және Рамазан айындағы 30 күн ауызашарды көрген кезде тіпті ішім жылып кетті, өйткені ол студенттерге жасалған жақсылық. Және ректордың бір аузынан сөз естіп едім, студент сабақты ғана ойлау керек. Бүгін не жеймін, қалай тамақтанам, қайдан тамақ ішемін деп ойланбау керек, уайымдамау керек деп. Енді сол жағынан да айтып өтсеңіз болады. Яғни бұл да бір 9-шы артықшылық. Иә, біздің университетімізде қаншама ғимараттарымыз бар. Соның ішінде осы бас ғимараттың қасында айтып өттік қой, Титаник деген асханамыз бар. Және филологияда Кентау кампусында да біздің осы 30 күн ораза айында осы университеттің басшылығының қолдауымен, өкілеттік кеңесінің қолдауымен біздің 30 күн балдарға ауызашар беріледі. Ол рас. Оны мына әлеуметтік желіде де үнемі салып отырамыз. Өйткені балдар бағанағы Рамазан айында өте біріншіден қайырымдылық бұл балдарымызға деген. Асқазанда қи болмаса бастан ми болмайды дейді қазақта. Сол сияқты. Өте дұрыс айтылған. Кешке дейін ауыз бекітіп жүрген кезде балдар бүгін қай жерден ауыз ашуым керек деген ой тумайды біздің балдарда. Одан кейін осы қаладағы қаншама асханалардың қасында біздің асханамыздың бағасы төмен. Студенттер үшін деп арнайы. Студент ретінде осы жерде бір нәрсе айтып кетейін. Мен студентпін, көріп отырсыздар, анау нәрсеге тоятын бала емеспін. Мен етпен мысалға тамақ ішу біз үшін өте негізі керек нәрсе. Біз жас болғандығымыз үшін, яғни барлығына керек. Барып тамақ ішу маған 1100-1200 теңге. Яғни маған магазиннен барып, заттар сатып алып, үйге барып тамақ істеген ыңғайлы емес. Барып сол жерден 1000 теңгеге етпен тамақ ішіп кету ыңғайлы. Яғни қыздар қауымына 500-600 теңге, 700 теңгенің тамағы жетіп жатыр. Жігіттер қауымына 1000 теңгенің тамағы жетіп жатыр. Титаникте, Кентауда да бар, Титаникте де бар, өзіміздің өнер және медиа дизайн факультетінде де бар ондай мүмкіндіктер. Ол жақсы, өйткені бізде мында стереотип қалыптасқан ғой, студент болса, яғни ол аш құрсақ жүру керек деген сияқты. Дәл осы стереотипті бұзған университет, ол Ясауи университеті, өйткені студенттер тоғы жүреді. Маған пап аш емеспін мен. Енді тағы бір ең үлкен бір күшті себептердің бірі бар. Осы факультеттің студенттері Түркияға білім ала алады. Яғни тәжірибе алмасуға бара алады, сол туралы айтып өтіңізші. Жалпы біздің университетте бірнеше бағдарлама бар негізі. Оны бағанағы Орхун бағдарламасы, Мевлана бағдарламасы дейді. Осына журналистика кафедрасына тиесілі биыл біздің 11 бітіруші курс түлектеріміз өндірістік тәжірибеге ТРТ каналы, Түркияның арнайы ТРТ каналына барып тәжірибе алмасып келді. Бір ай көлемінде, университет тарапы, өкілеттік кеңес тарапы қаражатын барлығын, жол күресін, тамағын барлығын көтерді. Оныстың біздің университетте тағы жазғы оқу бағдарламасы бар. Ол жерде түрік тілін білетін, осы жалпы сабақтарда бізде түрік тілі пәні міндетті түрде жүреді. Біздің өзіміздің кітапханада лингвистикалық орталығымыз бар. Сол жерде балдар дәрісін алып, өзіне арнайы тиісті сертификатын алып, конкурс негізінде қабылданып, енді барлығын жібереміз деп айтпаймыз, бірақ соның ішінде жүлдегер студенттеріміз жаздың күні 2 апта осы Түркия Республикасының университеттерін аралап, теңіздің жағасында жүріп, қадырып, көріп, қайтуға мүмкіншілік. Осы жазда бара жатырмын мен жаз оқуына. Жеңіп алдым. Яғни үлкен артықшылықтардың бірі. Жаңа ТРТ деп кеттіңіз, мен қоса кетейінші, өйткені мен салам ғой. ТРТ деген Түркиядағы ең мықты телеарналардың бірі. Үлкен кешен, оның құрамында бірнеше телеарна бар. Оның біз несінде ғимаратында болдық, кәдімгі өзінің вертолетный алаңы бар, үлкен керемет, ол жерде бірнеше телеарна қосылған, мемлекет тарапынан жаңағыдай қолдау көрсетіп отырған үлкен телеарна. Оған тіпті студент өкілі кәдімгі кәсіби журналистердің өзі баруды, көруді армандайды. Ал соның жанында біздің студенттер жыл сайын 10 шақты студент барып сол жерде тәжірибеден өтеді, үйренеді, студияларына кіріп көреді деген сияқты. Ол үлкен мүмкіндік, үлкен керемет дүние. Осы қалаға, Түркістан қаласына ТРТ каналы келген кезде де біздің өнерпаздар бірнеше рет осы каналға түсірімде болды. Әншілеріміз болды, бишілеріміз де түсірді. Жалпы ТРТ каналына шығып тұру біздің өнер факультеті үшін ол қалыпты жағдай дейсіз ғой. Жақсы.
үрдіс, иә. Өте керемет. Сонымен Бұл қанша біздің 9-шы себебіміз. 10 себеп болды. 10 болып қойды ма? Иә, 10 болып қойды. 10 себеп айтты сап істемде. Бірден болып қойды ма? Иә. Мына ішіне қиып тастамайсыздар ма? Қиып тастайтын жер, қиып тастайтын. Или осылай кете берсін ба? Көресіздер. Шынайы болған дұрыс Иә, секілді. шынайы болған дұрыс негізі. Ладно, қимаймыз. Дархан мырза, осы шынайылығыңыз үшін, сөздеріңіз қиып тастамауға рұқсат еткеніңіз үшін рахмет. Шынында да осылай жіберейік, өйткені 30 минут түсірдік па, 30 минут эфирге шығарамыз. Нұрасыл, сенің бірінші тәжірибең ба сұхбаттағы, подкасттағы? Жоқ, менің ютубта өзімнің каналым бар. Радиоактив әңгіме деген. 3 шығарылым шығып қойды. Астанада 2 шығарылым болды. Мәссаған. Отырарды қаласында. Студенттер осылай пысық. Біз оларды үйретеміз ба десек, олар бізге үйретеді. Жетекшім Молдер Ергебеков. Күшті. Молдер Ергебеков ағайымызбен қосылып, сол радиоактив әңгіме деген каналды ашқан болатынбыз. Қаралымдарымыз да өте жақсы деп айта аламын. Студент үшін. Соға, яғни біз екеуміз жаңа мақтап отқан дәлелі осы балалар ғой. Осы мысалы Нұрасыл секілді жаңа шәкірттеріміз барып ертең жұмысқа оңай орналасса, эфирде дұрыс сөз сөйлесе, жақсы әңгіме жүргізсе, жақсы дүниелер жасаса, ол яғни ең басты себеп те сол болады. Дұрыс айтасыз. Ал құрметті талапкер, 2026 жылғы осы киелі Түркістан Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетін таңдауға 10 себепті айтып өттік. Яғни осы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетін таңдаңыздар. Оның ішінде әрине өнер, медиа және дизайн факультетінің шығармашылығы бар мамандықтар таңдаңыздар. 11 білім беру бағдарламасы бар. Яғни сіздерге егерде осы таңдап, осы міндетті түрде осы студент қатарына енетін болсаңыздар, бағанағы айтып өткен Қазақстанның халық артистері, бағанағы ғылым докторлары, ғылым кандидаттары дәріс береді. Міндетті түрде таңдаңыздар. Керемет. Яссауиға түсетін болсаңыздар, мен сияқты ойнап, күліп, рахаттанып, еркелеп жүресіздер. Құрметті болашақ әріптестер, достар. Нұрасыл, негізі сен осы оңтүстік өңірдің жігітісің ба? Осы тумасысың, иә? Отырар ауданы, Шәуілдір ауылының тумасымын. Яғни, не үшін сұрап жатырмын? Яғни, көбінесе осы мектеп бітіретін кезде түлектер Алматыға кетсем бе екен, Астанаға кетсем бе екен, тіпті шетелге кетсем бе деген деп жоспарлап жатады. Мейлі ғой қайда түссе де, бастысы білім алу керек. Мен де бұрын сөйтіп ойлайтынмын, Алматы, Астана, ол керемет үлкен қалалар деп, бірақ Түркістанның да өз артықшылықтары бар. Мейлі қай қалаға түсіңіз, тіпті шетелге түсіңіз, ең бастысы оқу керек. Және біз жаңа айтып өткен 10 себеп бар Түркістанға келуге. Сол 10 себепті құлаққа назарға алыңыздар. Өйткені сол Астанада да, Алматыда да тұрған адам ретінде айтайын, Түркістанның өз ерекшелігі бар. Түркістан қазір керемет дамып жатыр. Әсіресе Яссауи университеті. Түркістанға келіңіздер, Яссауи университетіне келіңіздер. Әрқашанда сіздерді күтетін боламыз.